Ел өзінің осы кейінгі 28-30 жылда қай ел астана салыпты? Қай ел өзінің қандастары миллион қазақта сырттан алдырыпты? Қараңызшы ағай, мына жерде қаншама Қытайдан келген, Өзбекстаннан келген қазақтарымыз, бауырларымыз жүр. Кәдімгі сіңісіп Қазақстанның азаматы болып өзінің үлесін қосып отыр. Шұғыланың биі болып келді, қанаттың қуаты болып келді, ол енді Майраның әні болып келді. Қарап отырсақ, қаншама жетістіктер бар, осының бәрінен айырылып қалу қандай азап екенін, қандай қасірет екенін білесіздер ме ағайын? Анау ана жақта жатып алып, ана жерде бір қаншелік адам бар, кеше ғана ол мойындады, мынаны біліңіздер ағайын. Ол мойындады, ана түрмеден Парижден шығарса, оны соттаған Қазақстан емес, оны Европа соттаған. Оны сотқа берген Украина, оны сотқа берген Россия. Кеше Грузия өзінің берген ана атағын қайтарып алды. Ондай алаяқ атақ беретін атағымыз жоқ деп. Енді Грузия бір басқа елдің ығындағы мемлекет емес қой, біршама демократиялық деп жүрген еліміз ғой. Сол Әблязовқа берген атағын қайтарып алды. Онда алаяққа беретін атағымыз жоқ деп. Сол алаяқ шыға салып айтты, Қырғыз революциясын жасаған менмін, ақшасын төлеген. Менмін. Қазақстанға әсер ету үшін жасадым деп айтты. Сонда қаншама адам босып кетті, қаншама қан, қаншама оттың басы зарлап қалды. Қандай қанды мойнына жүктеп атқан шімірікпей мен сол революцияны жасаттым деген адамның сөзіне еріп, соған иланып, соған